Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге атақты тұлғалар балаларын қалай тәрбиелейді, сол жайлы айтатын боламын. Атақты тұлғалар өз абыройларын сақтап қалу үшін көп тер төгеді. Соның ішінде отбасы құндылықтары мен бала тәрбиесінің маңыздылығына көбірек көңіл бөледі. Ендеше мен сіздерге атақты тұлғалардың бала тәрбиелеу процесіндегі ерекшеліктермен бөлісетін боламын. Рокфеллер әулеті. Рокфеллер компаниясының негізін салушылар. Рокфеллер династиясының ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі отбасылық жиындар өткізуі. Мұндай жиын жылына 2 рет өткізіліп, 100 шақты адам қатысады екен. Осы жиынға тек 21 жастан асқан отбасы мүшелері қатыса алады. Себебі бұл көңіл көтеру мақсатында емес, бизнес жоспар, бизнестің қыр-сыры туралы сұрақтарды талдап, өсіп келе жатқан балаларға мағлұмат беру, ісін жалғастыра алатындай бизнесмендерді тәрбиелеп шығару мақсатында жиналады. Ротшильд әулеті. Энем Ротшильд Сонс компаниясының басшылары. Ротшильд әулеті өздеріне ғана тиісті заңдар жиынтығы бар. Мысалы, компаниядағы ең маңызды лауазымды тек отбасы мүшелері ғана иелене алады. Яғни өзге адамды тек төмен лауазымды қызметтерге, қара жұмыстарға ғана алады. Компаниясына тек Ротшильд әулетінің ерлері ғана араласады. Мұра тек ер адамдарға ғана қалады. Қыз балалар тұрмыс құрғаннан кейін ол сол әулеттің тегін жалғастырады. Компанияға оның күйеуі қатысса, компанияның бренді ауысып кетуі мүмкін. Бұл қыздарға қатысты дискриминация болып көрінеді. Бірақ бұның негізгі себебі бизнеске басқа адамдарды араластырмау. Мари Шантел және жұбайы Павел. Мари Шантел Дути Фри империясының мұрагері, ал Павел Грецияның ханзадасы. Отбасындағы ең маңызды құндылық ол тәртіп. Мари Шантелдің пікірінше, балалар бірінші сабақ орындауы керек, содан кейін басқа істерді тындыруға, қыдыруға уақыт беріледі. Отбасының барлық мүшелері белгіленген уақытқа дейін үйге қайтуы керек. Қанша империя мұрагері болса да, ата-аналары балаларға үйді өздері жинауын талап етеді. Билл Гейтс және жұбайы Мелинда. Билл Гейтс бір сұхбатында балаларға ақшаны қолдарына ұстатқанша сапалы білім алуға мүмкіндік бергеніміз жөн. Олар ата-анасының миллиардтаған ақшасын емес, өз білімдері мен еңбектеріне сүйенуі керек. Сол кезде өмірдегі орындарын табады деген. Билл Гейтстің бүгінгі таңдағы қаржысы жеке қорға аударылуда. Билл және Мелинданың бұл қорындағы ақшалар медицинаның дамуы мен кедейлікпен күресу шараларына жұмсалады. Джефф Безос және екінші жұбайы Маккензи. Джефф Безос Amazon компаниясының негізін салушы. Джефф пен Маккензи балаларды жан-жақты дамыту үшін өздері де сол шараларға бірге ат салысады, бірге тамақ жасайды, фермадағы жұмыртқалардың жарып шығуын бақылайды, Сингапур бағдарламасы мен математиканы игеріп, Қытай тілін оқиды және тағы да басқаларын. Отбасының сүйікті іс-шараларының бірі көршілермен спорт жарыстарын жасау. Марк Цукерберг және жұбайы Присцилла Чан. Марк Цукерберг балаларды тәрбиелеу кезінде өз ата-анасының әдістерін қолданады. Аталмыш жұптың пікірінше, балаға шектен тыс жауапкершілік артуға болмайды. Тәрбие үйлесімділікпен жүру керек. Курстарға қатысу, даму әрине жақсы, бірақ балалық шақта ойнап күлген дұрысырақ. Амансио Артега. Амансио Артега испандық Inditex компаниясының президенті. Zara, Massimo Dutti сияқты масс-маркет бренд дүкендерінің басшысы. Амансио қызы Мартаның мамандық таңдауына араласпаған. Қызы 18 жасқа толған бойда ол әкесінің лауазымына қарамастан Лондондағы Бершка дүкенінде кеңес беруші сатушы қызметін атқарған. Кейін Барселонада сату бөлімінің қызметкеріне айналады. Шанхайдағы өндіріс қызметкері болады. Тәжірибе жинап, кіші қызметтің барлығын көргеннен кейін барып, әкесі өз компаниясында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Марта компанияның жалғыз мұрагері.
Антуан Арно мен жұбайы Наталья Водянова. Антуан Арно LVMH компаниясының мұрагері. Антуан мен Наталья балаларын полиглот етіп өсіруде. Барлығы Франция елінің тұрғыны болғандықтан француз тілінде сөйлейді. Сонымен қатар ағылшын тілін жетік меңгерген. Ал Натальяның ұлты орыс болғандықтан балалар орыс тілінде үйреніп жатыр. Уоррен Баффет Berkshire Hathaway компаниясының басшысы. Уоррен балаларды ақша арқылы манипуляция жасауды құптамайды. Сол себепті оларға мейлінше еркіндік беріп, өздерінің сүйікті істерімен айналысуға шек қоймаған. Уоррен балаларына әрдайым өсиет айтып отырады. Ондағы мақсат балалар өз міндеттерін біле ме және әкесінің талаптары әділ ме, соны анықтау. Ларри Эллисон Oracle компаниясының негізін салушы. Ларри бір сұхбатында балалардың кішкентайынан ірі ақшаны жұмсап үйренгені жақсы деген болатын. Ата-ананың бақылауы мен ақшаны пайдалануды игере берген тиімді екен. Себебі үлкен бір компанияға иелік етуге бергенде ол бала аптырап қалуы мүмкін. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған $KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.